Саламатсыздар ма балалар, бүгін біз сіздермен 4 сынып математика 138 сабақты өтетін боламыз. Сабақты бастамастан бұрын балалар алдымен каналға тіркеліп, міндетті түрде видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгін сабақтың тақырыбы есепке айнымалысы бар өрнектер құру және айнымалысы бар өрнектер құруды және оларды есепті шығару үшін қолдануды үйренетін боламыз. Бірінші есеп бізде теңдеу. Теңдеуді ықшамдау дегеніміз не? Берілген теңдеулердің әрқайсысы үшін ықшамдауды қалай орындауға болатынын айтып бер. Теңдеулерді шеш дейді. Бізге 4 теңдеу берілген. Ең біріншісі 76 көбейтілген x тең 38 көбейтілген 50. Енді 76 көбейтілген x тең деймізде 38-ге 50-ді көбейтеміз. Бізде 1900 болады. Енді біз x-ті табуымыз үшін осы 1900-ді біз 76-ға бөлуіміз керек. 1976-ға бөлсек, x-тің мәні бізде 25-ке тең болады екен. Енді x-тің 25-ті орнына қоямыз. Сонда 76 көбейтілген 25 тең 38 көбейтілген 50-ге тең. Демек, теңдіктің екі жағы да тең болды. 1900 тең 1900-ға. Енді келесі бізде екіншісі 456 қосылған 768 қосылған a тең 1567 қосылған 767. Енді 456-ға 768-ді қосамыз, сонда 1224 қосылған a тең болады. Ары қарай теңдіктің екінші бөлігіндегі 1567-ге 765-ді қосатын болсақ, 2332 болады. Енді аның мәнін табу үшін 2332-ден осы біз 1224-ті алып тастаймыз. Сонда бізде аның мәні 1108-ге тең болады екен. Енді орындарына қоятын болсақ, 456 қосылған 768 қосылған 1108. Сонда ол тең болады 1567 қосылған 765-ке. Сонда теңдіктің де екі жағы 2332 тең 2332-ге тең болады екен. Енді бізде келесі үшінші теңдеу 12 көбейтілген жақша ішіндегі x қосылған 9x тең 480-ге. Енді 12-ні жақшаны ашып аламыз. 12 көбейтілген 9x-ке x-ті қоссақ 10x болады, тең 480 дейміз. Енді 12-ні 10-ға көбейтеміз, 120 болады. 120x тең 480. Енді x-тің мәнін табу үшін осы 480-ді біз 120-ға бөлеміз. Сонда x-тің мәні бізге 4-ке тең болады. Енді орындарына қоямыз. 12 көбейтілген жақша ішіндегі 4 қосылған 9 көбейтілген 4 тең 480-ге. Сонда теңдіктің екі жағы да 480 тең 480-ге тең болады екен. Бізде келесі төртінші теңдеу 5x қосылған 3x минус 200 тең 1000-ға. Енді 5x-ке 3-ті қосамыз 8, 8x минус 200 тең 1000 болады. 8x тең, енді 1000-ға, яғни 200-ді қосамыз, сонда 8x тең 1200 болады. X-тің мәнін табу үшін 1200-ді 8-ге бөлеміз. Сонда X-тің мәні бізде 150-ге тең болады екен. Енді орындарына қоямыз. 5 көбейтілген 150 қосылған 3 көбейтілген 150 минус 200. Сонда X-тің, яғни теңдіктің екі жағы да 1000 тең 1000-ға тең болады екен. Келесі бізде екінші тапсырма. Бір барқыт гүлдің бағасы d теңге, ал бір раушан гүлдің бағасы одан 30 теңгеге артық. Енді біз бір раушан гүлдің бағасын, 5 барқыт гүлдің бағасын, 3 раушан гүлдің бағасын табуымыз керек, және осы 5 барқыт гүл мен 3 раушан гүлдің бағасын көрсететін айнымалысы бар өрнектерді жазып құрастыруымыз керек. Ең бірінші бір раушан гүлдің бағасын тауып алуымыз керек. Бізде есептің берілгенде былай тұр. Бір барқыт гүлдің бағасы d теңге, ал раушан гүл одан 30 теңгеге артық. Демек, d қосылған 30 теңге болады. Енді біз 5 барқыт гүлдің бағасы ол бір барқыт гүлдің бағасы d теңге, демек 5 барқыт гүлдің бағасы 5d теңге болады. Енді 3 раушан гүлдің бағасын табуымыз керек. Ол үшін біз бір раушан гүлдің бағасы бізде d плюс 30-ға тең, демек 3-ті көбейтеміз. Сонда 3-ті қосылған 90-ға тең болады. Енді 5 барқыт гүл мен осы 3 раушан гүлдің бағасын көрсететін айнымалысы бар өрнектерді жазайық. Ол кезде бізде 5d қосылған 3-ті қосылған 90 тең, сонда 5-ке 3 қосатын болсақ, 5d-ға 3-ті қосатын болсақ 8d болады, сонда 8d қосылған 90-ға тең болады екен. Келесі есеп осы екінші есептің әсі. Есепті айнымалысы бар өрнек құрып шығар, өрнекті ықшамда дейді. 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрт сатып алынды. 1 килограмм алманың бағасы x теңге, 1 килограмм алмұрт және 1 килограмм алмаға қарағанда 70 теңгеге қымбат дейді.
Алмұрт қымбат болып тұр алмадан сонда 70 теңгеге. 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрттың құны бірге алғанда қанша теңге болатын анықта, және егер x 100 теңгеге тең болатын болса, өрнектің мәні қанша болады дейді. Сонда бұл жерде біз алманы x теңге деп аламыз. Алмұрт ол 70 теңгеге қымбат қой, демек x қосылған 70 теңге болады. Енді 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрттың бірге алғанда, яғни қосып алғандағы өрнегін жазайық. 2x қосылған 6. Жақшаның ішінде алмұрттың бағасы x қосылған 70-ге тең. Сонда 2x тең, жақшаны ашып жазатын болсақ, 6x қосылған 420. Сонда 6-ға 2-ні қоссақ, 6x-ке 2x-ті қосатын болсақ, 8x қосылған 420 болады. Енді x-ті тең деп орнына қоятын болсақ, осы 8 көбейтілген 100 қосылған 420. Сонда 8-ді 100-ге көбейтетін болсақ 800, 800-ге 420-ны қосатын болсақ 1220 болады. Келесі бізде үшінші есеп. Өрнек қор. Кәсіпорын N телескоп шығару үшін 9 миллион теңге жұмсауы тиіс. Жаңартылған технологиядан кейін бір телескоптың бағасы 30 мыңға дейін төмендеді. Жаңартылған технология бойынша бір телескоп әзірлеу үшін кәсіпорын қанша теңге жұмсайтын болады? Егер n-нің мәні 50-ге тең деп алатын болсақ, осыны есептеп көрейік. Сонда біз ең бірінші бағасын анықтап алуымыз керек, қанша теңге жұмсайтындығын. Ол үшін осы 9 миллионды біз 9 миллион теңгені 50-ге бөлеміз. Және оның төмендеген бағасын алып тастаймыз, 30 мыңға төмендеген. 9 миллионды 50-ге бөлетін болсақ, 180 мың болады. 180 мыңнан осы 30 мыңды алып тастайтын болсақ, бізде 150 мың болады екен. Енді әсі, кәсіпорын жаңартылған технология бойынша осы ақшаға қанша бұйым шығара алады? Есептің сұрағына жауап бере алатындай өрнек құр дейді. Енді қанша телескоп шығарылған табу үшін бізге кеткен сомасы осы 9 миллион, Сонда біз оның бір телескоптың біреуінің бағасына бөлеміз. Сонда 9 миллионды біз 150 мыңға бөлетін болсақ, 60 телескоп болады. Демек, осы жаңартылған технология бойынша осы ақшаға 9 миллион теңгеге 60 телескоп шығара алады екен. Енді бысында бізге есеп құрасты деп тұр. Шаша ішіндегі 138 қосылған m минус 24. Осы өрнек бойынша есеп құрастыруымыз керек. Және егер m-нің мәні 58-ге тең болатын болса, өрнектің мәні қанша болады дейді. Енді бірінші шартын жазып алайық. Өрнекті құрастырып, яғни есептің. Кәсіпорын айдың басында 138 тоңазытқыш, айдың соңында m тоңазытқыш шығарды. Барлық тоңазытқыштың 24-і сатылып кетті, сонда бізде қаншасы қалды дейді. Енді m-нің мәні 58-ге тең деп алып, өрнек құрастыратын болсақ, шаша ішіндегі 138 қосылған m минус 24 негізгі берілген өрнек. Осы m-нің орнына 58-ді қойып есептейтін болсақ, 138 қосылған 58 минус 24. Сонда жақшаның іші бізде 196-ға тең болады. 196-дан 24-ті алып тастайтын болсақ, бізде 172-ге тең болады екен. Келесі бізде төртінші есеп. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке алмастыр дейді. Бізде 385x-тен кішкентай, 392x-тен үлкен мән. Енді осы қос теңсіздіктің шешімдер жиынын сан аралығында белгіле және шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз дейді. Бұл жерде 385x-тен кіші болып тұр, ал 392x-тен үлкен болып тұр. Екеуін де сан аралығына белгілейміз және оның арасындағы сандарды фигуралы жақшаның ішіне көмегіне жазатын боламыз. Сонда бізде 386, 387, 388, 389, 390 және 391-ге дейінгі сан аралығы болады екен. Енді екіншісі 521x-тен кішкентай, ал 530x-тен үлкен. Осылай жазылады. Сызбасы тура жаңағыға ұқсайды. Яғни 521 мен біз 530-ның аралығындағы осы сандарды, яғни шешімдер жиынын фигуралы жақшаның ішіне орналастырамыз. Сонда бізде 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 және 529 сан аралығы болады екен. Келесі бізде 5-ші есеп. Есепті шығар. Асы және әсі берілген екен. Алдымен асы.
ғарыш туралы энциклопедияда S бет бар. Әлия кітаптың 8-ден 1 бөлігін оқыды. Оқылмаған неше беті қалды дейді. Алдымен шартын жазамыз. Барлығы бізде S бет оқыды, 8-ден 1 бөлігін. Сонда қалды бізде белгісіз бет. Оны табу үшін біз алдымен S-ті 8-ге бөліп, оны 1-ге көбейтеміз. Сонда S бөлінген 8 болады. Яғни бұл оқылған бөлігі. Енді неше бет қалғанын табу үшін осы бастапқы беттен біз шыққан мәнді алып тастаймыз. Сонда S минус S бөлінген 8 бет қалды болады. Яғни жауабы S минус S бөлінген 8 бет қалды. Енді бізде есептің әсі. Кітап дүкеніне әрқайсысында N кітап бар. 9 қорап әкелінді. Оның қорабы, яғни 4 қорап сатылды. Сонда сатылмаған неше кітап қалды дейді. N кітаптан 9 қорап болады. Есептің шартын құрамыз алдымен. Сатылды бізде 4 қорап. Нешеуі қалды? Яғни қанша кітап қалды? Біз 9-дан 4 аламыз, 5. Енді біз неше кітап қалғанын табу үшін 5-ті осы N кітапқа көбейтеміз. Сонда 5N болады. Яғни жауабы 5N кітап қалды. Енді бізде 6-шы тапсырма, мәтінді оқы, тапсырманы орында дейді. Бұл негізінен ақпараттық портал мәліметі бойынша берілген материал бойынша. Енді мәтінді өздеріңіз оқып таныссаңыздар болады. Енді біз тапсырмаға көшейік. Мәтінде қанша әртүрлі сандар кездесті? 1000-нан үлкен сандар теріп жаз және оларды кему ретімен қайта көшіріп жаз дейді. Бізде кездескен сандар 2017, 729.626, 2016, 47.034, 2017, 739.062, 496.915, 19.000, одан кейін 1.100.000, 1.900.000, 9.754.909 және 2006. Енді осыларды біз кему ретімен қайта көшіріп жазуымыз керек. Яғни кішісінен үлкеніне дейін. 2006, 2016, 2017, 2017, тағы да 19.000, 47.034, 496.915, 729.626, 739.062, 1.100.000, 1.900.000 және ең соңғысы ең үлкен сан, яғни 9.754.909. Келесі 7-ші есеп. Сызба бойынша санды өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. 100-ге 36-ны қосамыз, 136 және 100-ден 36-ны алып тастаймыз, бізде 64 болады. Енді өрнек түрінде құратын болсақ, 100 қосылған 36 көбейтілген 100 азайтылған 36. Сонда бұл жерде бірінші жақшаның іші бізде 136-ға тең, екінші жақшаның іші бізде 64-ге тең. Сонда екеуін бір-біріне көбейтетін болсақ, яғни 136-ға 64-ті бізде мәні 8704 болады екен. Келесі екіншісі бізде 25 санының квадраты қосылған 25 санының квадраты, яғни 2 дәрежесі. Сонда бізде 25-ке, ол жерде 25-ті өзіне қайттан 25-ке көбейтеміз. Ол бізде 625-ке тең болады. Демек 625-ке 625-ті қосатын болсақ, бізде 1250 болады. Бізде келесі 8-ші есеп, есепті шығар. Бұл бізде логикалық есеп. Нұрлан былай деді. Алдыңғы күні менің жасым 9-да болатын. Ал алдағы жылы мен 12-ге толамын. Нұрлан қай күні дүниеге келген дейді. Мысалы, бүгін 1 қаңтар деп алатын болсақ, алдыңғы күні ол 30 желтоқсан. Яғни 30 желтоқсан күні ол 9-да болған. Яғни кеше 31 желтоқсан күні ол 10-ға келді. Биылғы 31 желтоқсанда 11-ге келеді және алдағы 31 желтоқсанда 12-ге келеді. Сонда Нұрлан қай күні дүниеге келген? Ол 31 желтоқсан күні дүниеге келген. Келесі бізде 9-ші есеп. Есеп бойынша өрнек жаз дейді. Асы, әсі және Б-сы берілген. Алдымен асыны орындайық. Квадрокоптер Z метр секунд жылдамдықпен және D метр ұшып өтті. Ұшу уақытын анықта дейді. Бізде V белгілі, ол Z метр секунд. Ал С бізде жүрілген жол. Ол D метрге тең. Сонда біз Т-ны табуымыз керек. Т-ны табу үшін біз S-ті V-ға бөлеміз. Сонда Т тең D бөлінген Z. Яғни жауабы оның ұшу уақыты D бөлінген Z секундқа тең болады екен. Келесі әсі. Квадрокоптер Б км сағат жылдамдықпен А сағат ұшты. Осы уақыт ішінде қандай қашықтықты ұшып өтті дейді. Бізде В белгілі, бұл жерде Б км сағатқа тең. Т бізде А сағатқа тең. Сонда біз жүрілген жол, яғни арақашықтық S-ті табуымыз керек, қанша километр болғандығын. Ол үшін біз осы S-ті S тең В көбейтілген Т болады. Сонда S тең Б көбейтілген А, яғни жауабы Б көбейтілген А километр ұшып өтті. Келесі Б есебі.
Зауыт Б квадрокоптер жасады. Оның 24-тен 1 бөлігі қызыл, қалғаны көк түсті. Зауыт неше көк түсті квадрокоптер жасады? Мұндағы Б-ны 8328-ге тең деп өрнектің мәнін тап дейді. Енді бізде Б 8328-ге тең, иә? Енді қанша жасағанын табу үшін біз осы Б-ны 24-ке бөліп, оны 1-ге көбейтеміз. Сонда Б-ның мәнін бірден орнына қойып жазып кетейік. 8328 бөлінген 24 көбейтілген 1. Сонда 347 бұл қызыл түсті квадрокоптер жасаған. Енді көк түсін табу үшін осы біз шыққан 347-ні бастапқы Б-ның мәнінен алып тастаймыз. Сонда 8328-ден 347-ні азайтатын болсақ, 7981 көк түсті квадрокоптер жасаған екен. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.